Отан, отан, сен болмасаң нетерім, мәңгілікке бақытсыз болып өтерім, өмірдің өксуі менен кетерім. Құс ұясыз, жыртқы сенсіз болмайды. Отансыз жан өмірде оңбайды, өзін қорлайды да сорлайды, тірі адамды солғайды. Мұқағали Мақатаев, үнсіздік. Бәрі де үнсіз, үнсіз аспан, үнсіз жер, үнсіз орман, үнсіз таулар, үнсіз көл. Мен де үнсізбін, дәрменім жоқ күрсінер, үнсіз кеуде, үнсіз жүрек дүрсілдеп. Мұқағали Мақатаев, мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқақтау көлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Мұқағали Мақатаев, ей дүниенің ағында арасында, мол тәрбиесін қабылдап аласында, арасында шамам жоқ даласында, ей өмір сындар арасында, жермен жерменіп арасында, жеңгесін сүйесің арасында, қойып болған қаңбақтай аласың, ей өмір сындар арасында. Мұқағали Мақатаев, шеше сен бақыттысың, шеше сен бақыттысың жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламады. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңдей асылданмын, таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Біз 7А сынып оқушылары Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқу челленджін 7А сынып оқушыларына жолдаймыз. Мақатаев, шешесен бақыттысың. Шешесен бақыттысың жыламағың, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағың, байырға берекеңді қашырмағың. Тәңірім кеше көрсін кешірімді, аспанға жазам шеше есіміңді. Мұқағали Мақатаев, өкінбеймін. Өшем деп өкінбеймін, жыламаймын, жыласам да жұбат деп сұрамаймын. Қыранның құдіретін қимасаңдар, қайтейін тағдырын бер құралайдың. Тағдырын бер, тағдырын құралайдың, қашан атып алған шағыламаймын. Сусындатып тұп-тұнық тау бұлағы, жанарымда жайнаған тұрадайдың. Сайраңдаймын, сайларда қырдасамын, сыңсыған орманмен сырласамын. Қарауылға іліксем ілігейін, құзғынға ұқсап келмейді мың жасағым. Өшемдеп, өкінбеймін, қайғырмаймын, өткен өшті, енді оған қайрылмаймын. Қыранда құралайда болмақ емен, қай-қайдаға кетпес көңіл деген. Өлсем өлем өзімнің жерімдемен, қалсам қалам өзімнің елімдемен. Жыламаймын сондықтан көңілдемен. Мұқағали Мақатаев, әйелдер-ай. Әйелдер-ай, әйелдер қандайсың, әдемі болып кетіпсің ғой әрқайсың. Біреу жеріп тұрса дағы бармайсың, біреу сүйіп тұрса дағы қалмайсың. Әйелдер-ай, әйелдер-ай, қулар-ай, жанарларын жауын алып тұрған-ай. Біле тұра бүйректер бүлк етіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер-ай, әйелдер-ай, қулар-ай, әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой әдемі, әдемілік бізге көпті кетпейді. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын тенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түгілсем де, қасиетті тілімнен түгілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай маған кім десе отан берем. Отта сөнген жалғағанда жалынарсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отау менен. Мұқағали Мақатаев, ей өмір, дүниенің ағында қарасында, мыңқ етпейсің қабылдап аласың да. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім зымырап барасың да. Жер мен көкті желпініп арасында, желігесің түсесің қарасуға. Құйын қуған қаңбақтай аласыра, ей өмірім зымырап барасың да. Мен отырмын теңіздің жағасында, бересің де жоқ оған аласың да. Мені тастап толқындар ағасың ба, толқындатып өмірім барасың ба. Біз 7А сынып оқушылары Мұқағали Мақатаев өлеңдерін оқу челленджін 7Б сыныбына жолдаймыз. Мұқағали Мақатаев, шаршадым. Шаршадым білем, жантая кеткім келеді, жанымды жеген, құрсын біткен өлеңі, күйзеліп тапқан көңілімдегі көрікті ой аузымнан түсе адыра қала береді.
өлеңі құрсын. Таппадым одан ұятты, жазбай-ақ қойдым жазғаны менде ұятты. Менсізде мынау ғаламат жырау дүние өзімен өзі шұғыланып жатқан сияқты. Өткізіп жылдар, өткізіп айлар бекер күн, болған сыбағын мұрнымды несін көтердім. Өлмей-ақ жүр ғой өлең жазбаған адамдар, өлеңсіз мен де күнімді бірден етермін. Жанды да жансыз, көрінген заттан сыр бағып, өлетін болдым өзімнен өзім ұрланып. Шаршадым білем жатпасам енді болмасты, жұрт барып жатқан қара теңізге бір барып. 7-ші А сыныбынан Мұқағали Мақатаев өлеңдері атты челленджін қабыл алып, 7-ші В сыныбына жолдаймыз. Мұқағали Мақатаев бақыт деген. Бақыт деген не өзі деп бастады топталасты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасында. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше кие білсе бақыттысы емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолын жетпес мансап қой. Жұрттан гөрі жүрсен ерік, соның өзі жақсап қой. Бір айтады, бақыт деген жеріп мініп той-тойлау, ісім болмай күйбененмен қарын тойса картойлау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой, ынтымаққа ырыс келген ұлда соған еңбек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым, бақыт адам баласына келмeye сондай сонықтым. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес әр адамға үйлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақытты. Оны алыстан іздемеген жүректе тап бақытты. Мұқағали Мақатаев жүрек арысы. Ой ем менің, өзіңнен бұрын жаралған, алдымен менмін, сонан соң сенсің жаралған. Басыммен миын, ақылын есім қимылын, барлығы менен дәр алған. Балдың шағында өмірге жаңа аттанған, бағына бастар адамның жолғап барған. Кезінде болды, қайтейін маған тақ салған, келеді сенің киген мен өзреткін. Бәріне күндім, қателігімді түзеттім. Төсек тартқызып төменде қатер басына, айнымай соқтым, аялап сені күзеттім. Жалындым саған жақын бол деп баршаның, жан ер сен жақсылығыңды аңсадым. Өткізсін сені қаншама қауіп қатерден, ал енді демалыс берші шаршадым. Қақым жоқ сенің демалуға да соқпауға, қарсы барамыз оқтарға әлі оттарға. Қақым жоқ демалыс саған беруге, қақым жоқ қалдырып мені тоқтауға. Мұқағали Мақатаев, қап-қара ғажап сиқырлы, қап-қара ғажап сиқырлы, қашпаңдар қара бояудан, қандырып уыз ұйқымды, қап-қара түнмен оянған, қап-қара түнді көрдім де, жап-жап таңға кездестім. Қарасы сірә мендім бе, аппақтың нанын сезбедім. Жарымның шашы қап-қара, көзі деу шамау қарасы, сондықтан жүзі аққала, сондықтан әсем қарашы. Ақ бенен қара алмасып тұрса әрдайым, ақ түске ғана жармасып, қараны неге алмайды. Қап-қара көзді бір қыз бар, қашпаңдар қара бояудан, қандырып уыз ұйқымды, қап-қара түннен оянған. Біз оқуға штамп жобасы аясында Мұқағали Мақатаев оқу өлеңдерін челленджін 7-ші В сыныбынан 7-ші В сыныбына жолдаймыз. Мұқағали Мақатаев отан. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзенін асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті үнін сүйем, бар жандығын сүйемін деп қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеденді жарып шықты, бос торғайымен шырылдаған. Отан, отан, мен оны мәңгілікке сүйіп етем. Отанды сүймегенде күйгеген, отанды сүйгенде күйгеген. Мұқағали Мақатаев, ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам болмаймын соламан ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бе не қолдан ба? Ғашықпын, қайтып оны жасыра алам, бір алтын оны әртал шашы маған, сағынайын таусыла, сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Шарықтап қолым жетпес көкке күнге, шар тұрып, ақ қанатты құсы менің кеткен бе? Шар құрып, бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе? Сарғайған сағынышты басып толық, бар үміт, бар сезімді басып болып, шашып болып. Мұқағали Мақатаев, жоқ дәрігер. Жүрегімде жүк артып жүргенімде, қаждың ба байқұсын білмедің бе? Шайпау тиіп шаршатып күн көрінген, уландың ба білмеймін кірлендің бе? Бар ақиқат, бір дертің жүрегімде, дәрігер-ау, арқалап жүремін бе? Сорлайтындай соншалық кім едім мен, неге аян жатасың реңіме?
айтып өлтір. Қайтайсың бос қойланып, жүрек дерті өлімге бастайма анық. Адасам ба өмірден жастай қалып, ет жүрегім кетеме тас қайланып. Неге айтпайсың, тұрғанша бос қойланып. Пері соққан пендеді есі жарым, тамырымды тулайды есіл ағын. Бұл жүректің білмеймін несін алдым, несі жоғын білмеймін несі барын. Жоқ дәрігер, орнатпа басқа жүрек, басқа леп, қалай айтам бүлінген жүрегімді білдіртпей доғдыр алып тастады деп. Өңгеріп өгей жүрек қайда барам, өзгенің ғұмырын қалай пайдаланам. Сыйыңа рахмет қайран адам, өзімнің жүрегімдей қайдамаған. Біз бұл шараңызды 7-ші Е сыныбына жолдаймыз. Мұқағали Мақатаев, бүгін менің туған күнім. Бүгін менің туған күнім, ой пәләй. Мына адамдар не қып жатыр тойламай. Пакет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірдің бір бұйыртпай қойғанай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойын шоғын үндемей, құшақ-құшақ жоқтарын лақтырып, мынау шаппадым, мынау аттым үндемей. Мына жұртқа жақпадым ба әлдемен, бекер өмір сүрдім бекен әлдемен. Халқым, сен қасиетін білем деп, бос ғұмырым өтті мекен әлдемен. Айтамын деп, қуанышым мұңымды, басқа арнаға бұрдым ба әлде жырымды, мен бәрібір өзімменен бір болам, өзеңнен тепсең дағы ұлымды. Тойланбаса, тойланбасын не дейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін, қаламыңды берші маған бәйбішем, болашаққа ары жазып кетейін. Мұқағали Мақатаев, өз-өзіңді жақсы көр. Өз-өзіңді жақсы көр, мейлі біреу дұшпан санасын. Мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен оларға жақсы көзбен қарайсал, сонда олардан жоғарылау боларсың. Бұл өмірде неше түрлі адам бар. Сен туралы білмей жатып жамандар, мына сені жеп көреді біліп қой, қолдарынан дым келмейтін жан ғана. Алдарың сол үшінде өз-өзіңді жақсы көр. Алдарынан шықсын десең жақсы жол, жақсы жолында жолықтығын кесігер, ең бірінші өз-өзіңді жақсы көр. Алдарынан шықса дағы қандайсың, қыран болсаң шыңнан биік самғайсың. Ж сыныбы 7-ші сыныбынан алынған Мұқағали Мақатаев атты челленджін қабыл алдық. Мұқағали Мақатаев отан. Мен оның гүлін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқартау гүлін сүйем, мен оның қасиетті үнін сүйем, мен оның құдіретті түнін сүйем, бар жандығын сүйемін қабырлаған, барлығы маған отан деп сыбырлаған, жаным мені кеудемді жарып шықты, бос торғай болуының сыбырлаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оның мәңгілік сүйіп өтем, отанды сүйе де күйіп екен, сүйме де күйіп екен. Мұқағали Мақатаев, сәби ана. Айналғанда аядай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты, қырда отырған ауға апаратын, жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы, екі жансыз мүсінді мәпелейді, біресе ұрсады. Қарадықта селтетпей жанарымыз, алшыланға санадық ананы біз, боран ұлып, бетінен боза ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы түз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда дана назарын аудармады. Сәби дейін өзімен өзі болып, қуыршақ пен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып бек естімеді, адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар, күннен кесе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде, мына отырған ана кім, көрдіңіз бе? Бір күрсініп алдыда отырған қарт, ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындықпен, 23 жыл сарғайған құрымытпен, 23 жыл сарғайған құрымытпен, сәби ана саппатан ұлын күткен. Сұрап бұлдан сәби оралмапты, қуыршақ пен құлыншақ содан қапты, қара жолды қаптай кеп тозан жатты, қара күз қайтадан борандатты. Ымырт ауыр салмақпен далаға енді, қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де сәби ана, ойыншығын құшақтап қала берді. Мұқағали Мақатаев Фаризаға. Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бәр шалғыз. Шыдай ақыры шалғармыз, бірімізден біріміз арғылармыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса егер, жан басқан архивтерден табылармыз. Сен мені білесің бе, жаралмаған жан екем күресуге. Мұқағали Мақатаевқа арналған челленджді 7-ші сыныбынан аяқтаймын. Мен 8-ші сынып оқушысы Абдуманап Нияз 7-ші сыныбынан челленджді қабыл алдым.
Мұқағали Мақатаев, ей өмір, дүниенің ағында қарасыңда, мыңқ етпейсің қабылдап аласыңда, қарасымен шаман жоқ, таласуға, ей өмірім зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпініп арасында, желгесін түсесің қара суға, құйын қуған қымбақтай аласұра, ей өмірім зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, бір есімде жоқ оған аласың да, мені тастап толқындар ағасың ба? Толқындатып өмірім барасың ба? Шан шығарып ізінен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған? Сыйын маған, ей өмір сыйын маған, сыйынды алам мен сенің бұйырмаған. Челленджді 8-ші А сыныбына жолдаймын. Мен 8-ші А сынып оқушысы Таштанбек Аяна 8-ші А сынып оқушыларынан челленджді қабылдап алдым. Мұқағали Мақатаев, ауырмай жаным қиналды. Ауырмай жаным қиналды, ауытқып жүрек орнынан. Уайым қоршап алды мені жігерім жасып болдынан. Бақытсыз сорлы болдым да, өмірден кештім батпағын. Адаспа қалқан жолымда, деп айтар адам таппадым. Жүректе сәуле ойдашам, шықпады іштен жарығы. Ауырмай жаным қиналам, көңілдің мөлтеп жалыны. Мен бұл челленджді 8-ші Б сынып оқушыларына жолдаймын. 2-3. Мен 8-ші Б сынып оқушысы Хамит Ажар оқуға құштар мектеп жобасы бойынша ұйымдастырылған челленджді 8-ші А сыныбынан қабыл аламын. Мен Мұқағали Мақатаевтың «Жас өмір саған өкпем жоқ» өлеңін айтамын. Қабыл алыңыздар. Жас өмір саған өкпем жоқ. Жас өмір саған өкпем жоқ. Көктем боп тұрдың сан жылдар. Жеткенде желіп кеткем жоқ. Өткенде өткен талай тағдырлар. Бір жылға тем боп бір күнін санасыз ойсыз мас қылды. Мінезім бермей түлкінің, жүрегім бердің қасқырлы. Қапыда кейде қан құсып, қасқырмын дедім қасқырмын. Кеудеме мына нан пісіп басымен барып тастырдым. Шашырады ұшқан көзімнен, бас осал екен тас мықты. Ес кіріп сонда сезінген өткенін қайрар жастықтан. Жасарып ылғи жан жағым тұратын еді көктем боп, жарқ етіп өткен арманым, өкпем жоқ саған өкпем жоқ. Мен бұл челленджді 8-ші В сынып оқушыларына жолдаймын. Мен 8-ші Б сынып оқушысы Сағатай Фатима. Мұқағали Мақатаев, әке, сенің жасыңнан асып барам, кезі келгенде тасып та алам, кезі келгенде жасып қалам, мына өмірге бәрібір ғашық балам. Құралақан емеспін қуаныштан, қуаныштар алдында құра ашқан, бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келеді тірі арыстан. Өкінбе, әке, отың бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмей тынын, ұрпағың бар ел менен ер намысын тірі тұрса қолынан бермей тұғын. Мен 8-ші Б сынып оқушысы Төре Хандияс. Мұқағали Мақатаев, ей өмір, дүниенің ағында қарасында, мыңқ етпейсің қабылдап аласыңда, қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім зымырап барасың ба? Жел мен көктің желпініп арасында, желгерсің түсесің қара суға, құйын қуған қаңбақтай аласұра, ей өмірім зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, бересінде жоғынан аласында, мені тастап толқындар барасың ба? Толқынданып өмірім ағасың ба? Шаң шығарып ізіңнен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған? Сыйын маған, ей өмір, сыйын маған, сыйыңды алам мен сенің бұйырмаған. Мен 8-ші Б сынып оқушысы Балабек Айзере бұл челленджді 8-ші Б сыныбынан қабылдап алдым. Мұқағали Мақатаев, қарасаз. Мен бақыттымын, бақытты жерде туылдым. Айналайын қарасаз қасиетінен суымның. Сенің әрбір бұлағың менің әрбір қан тамырым емес пе? Қасиетті тұғырым, қасиетінен суымның. Көктемде үйрек ұшып қас қонып, тұрушы едім тырналарға мәз болып. Жыр құстап туылмасем сірәмен жаралмасаң өзің қара саз болып. Сонау жатқан жасыл тауды көлденем. Алғаш рет ес білгенде көргенем. Асқар таудың әр жағында ел бар деп, әй сәбилер, әжім айтса сенбегем. Қара сазым, айтылмаған сезімем. Мен іздеген бақыттың сен әзімем. Сенің ғажап табиғатыңды кімге айтам? Кім қызықса, өзі көрсін көзімен. Бұл челленджді 8-ші Г сыныбына жолдаймыз. Мектебімізде өтіп жатқан оқуға құштар мектеп жобасы бойынша 8-ші Б сыныбынан челленджді қабылдап алдым. Мен 8-ші Г сынып оқушысы Болат Нұрболат. Мұқағали Мақатаев өлеңі 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, алтыннан қымбатырақ нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем.
Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, кел дағы ойланбай ақ отан менен. Түтін түтет, өс өрбі, көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер, жадыңда ұста, жақсылық күтпегейсің, от емес егерде оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақыттым бар алақанда, менің мұндай бақытты қып жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау Алтай, Арқа Алатауға. Енді мен бұл челленджді 8-ші Д сыныбына жіберемін. 8-ші Д сынып оқушысы Боранбай Ибрахим. Челленджді 8-ші Г сынып оқушыларынан қабыл алды. Мұқағали Мақатаев, адасқан шағала. Жаным-ау, қайда жүрсің ақ шағала? Келсең кел, бұл өлкені жаттыңам. От суы мол осынау байтақ алқа, сая болған батырға да құлшаған. Құлшам ой, жаным-ау құлшағана, қимай мені келдің бетін ұстана. Ақ ниетпен келдің ғой қалайдағы, шашсам берген күннің нұрын ұстаған. Айдыным жоқ түсім менен шымайлаған, аяллайды, әлдерейді мыйдайтылы. Толқынға қонақтарға ерке тұтай, толқынсыз қара суға қимай барам. Кім екен, саған еткен зорлық қысым, Атыраудың адасқан зорлық қысым. Көлшіктерім, бұлақтарым бәрі саған, отанынан адасқан заңлық. Қонбасыңды білемін қыр басына, толқының жоқ жаныңмен сырласуға. Бұл өмірде бәрі де табылар ау, тек отанына жетпес тыр басына. Осы челленджді келесі 8-ші Е сыныбына арнаймын. Ілияс Жансүгіров атындағы нөмірі 33-ші орта мектебінің 8-ші Е сынып оқушысы Сергалина, 8-ші Д сынып оқушысы Боранбай Ибрахимнің челленджін қабыл алады. Мұқағали Мақатаев, түсім ылғи тау көреді. Ұйықтасам, түсім ылғи тау көреді. Тау жайлап, тау қыстаған шал жүреді. Басында ақылбақ жүзіне шеккен, астында балпан басқан сал күреңі. Сөйлесуге, менімен сырласуға, шақырады, кім білсін мұңдасуға. Енді жете бергенде ғайып болып отырады басқа бір қыр басында. Шақырады отырып қыр басында, шыбындаған күреңі түр қасында. Тағы жете бергенде ғайып болып отырады басқа бір шың басында. Өліп талып болғанда жетемде, көз саламын алыстау етегіне. Шалым кетіп бара жатыр өз жаймен. Ертоқымсыз күреңі жетегінде қалып қойды түсе алмай шың басында. Кеште келді айналды түн басуға, шың басынан түсе алмай әуреленіп бір минутым тең болды бір ғасырға. Ұйықтасам түсім тау көреді, түсінбеймін не қылған тағдыр едің. Тауда жатқан тағыдай алғыр едім, алғырлығым қай жақта қалды менің.